Мен бүгін сіздерге бауыр тазалау туралы үй жағдайында айтқым келеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен бүгін сіздерге бауыр тазалау туралы үй жағдайында айтқым келеді. Бұл мен көп айтып жүрген дүнием сіздерге үй жағдайында. Мысалы, үй жағдайында көп айтатыным сіздерге пайдасы тиіп жатыр. Мен көшеге шықсам, бір жиын адамдар көбірек жерге, мысалы торговый центрге я болмаса тағы да басқа жаққа шығатын болсам, мені танып жатады да, сол менің еміменен үй жағдайында емделіп жүрген кісілер бар екен. Сондықтан үй жағдайындағыны мен сіздерге жиі айтып тұратын боламын. Мен Сәриева Сеткүл, білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. 6 жылдан бері YouTube каналын жүргізіп келе жатырмын, сіздердің пайдаларыңызға деп. Мысалы, бүгінгі темада сіздерге үй жағдайында бауырды тазалау дейді. Яғни бауыр деген бауырды тазаламайсыздар, сіздер өтті тазалайсыздар, ішектерді тазалайсыздар, асқазанды тазалайсыздар. Және өт, мысалы, уақытысымен тамақ ішпеген жағдайда өтке, мына өт кәдімгі өзі программасы, Алла тағала программаны, қазір шығып жатыр ғой программа деген, Алла тағала программаны бәрі өзі істеп қойған адамның бойына. Мысалы, тамақ ішетін кезде сіздің өтіңіз өзінен өзі уақытысы келгенде асқазанға түседі. Біз мысалы әбетті ішемізді, жаңағы уақытысын өткізіп барып, я болмаса жеткізбей барып ішетін жағдайлар болады. Ал енді жеткізбей барып ішкен жағдайда онда өт өзімен өзі құйылатын болады. Ал өткізіп кеткен жағдайда өт не істейді? Өт сіздің асқазанға құйылады. Өт өте ашты болады, сіздер білесіздер. Біздің қазақ әсіресе мал соятын қазақпыз біз. Сондықтан өт кішкене жарылып қалса, жаңағы еттің айналасының өзін ірітіп жібереді. Сондықтан сіздің асқазаныңызда өт барғаннан кейін сізді тамақ бармаған күйде асқазаныңызды гастритке апарады, және тіптен ол жараға дейін апарады. Язва дейміз ғой, эрозивный гастрит, жаңағы язва жараға дейін алып барады. Сондықтан біздер уақытысымен тамақ ішкеніміз жөн деп есептеймін мен. Және ол жалғыз ғана жараға апарып қоймайды, ары қарата ішектеріңізді ауыртатын болады. Сондықтан біз уақытысымен тамақ ішкеніміз дұрыс. 3 мезгіл тамақ болса, 3 мезгіл тамақ жай біздің қалыпты жағдайдағы, денсаулығымыз қалыпты жағдайдағы адамдар 3 мезгіл тамақ ішу керек. Ал егер қанты бар болатын болса, тіптен жаңағы мына язвасы, жарасы, ішек жарасы дейміз ғой, жаңа асқазан жарасы бар болатын болса, оларға 5 рет 6 рет тамақ ішу керек. 5 рет 6 рет тамақ іш деген кезде сіздерге осы опырып іше бер деп айтпаймын. Аздан асқазаны ауыратын адам аздан асқазанға ішіп отыру керек. Асқазанды яғни алдап қою керек. Кішкене ғана тамақ жіберіп қойсаң, соның өзі сізге бөлінген өт, жалғыз өт бөлінбейді, ұйқы безінен де ферменттер бөлінеді. Асқазанның өз ферменті бар. Барлығы бөлінген кезде сіздің қышқылыңыз көбейіп кетеді, және ол басты ауыртады. Сондықтан кішкентайдан тамақты ішіп қойғандарыңыз жөн. Мен енді бұл жаңа бауырды тазалау, өтті тазалау туралы айтам дедім, бірақ асқазанға көп бөлініп кеттім. Өт тазалау туралы қазір тағы да айтатын боламын. Ал енді асқазан аурулардың әдісі сондай. Содан кейін асқазан ауруға маған келген мына ауру адамдар айтады, яғни пациент айтады, асқазанға мен дәрі ішіп жатырмын. Ана доктор ана дәріні берді дейді. Сіз дәріден шығыңыз. Асқазанға дәріден шығыңыз. Мен сізге қазір асқазанға не ішу керек соны айтатын боламын. Асқазаннан дәріні шығыңыз деймін. Мысалы, амездің орнына. Амез сізде химия. Амездің орнына сіз кәдімгі лен, семена ілна деген болады, яғни зығырдың ұрығы. Ол бізде тіптен супермаркеттерде сатылады. Қазір тіптен ана өрік мейіз сататын, өзбектерде сататын болып семена ілнаны. Сондықтан семена ілна деп іздеңіз. Соны 2 қасығын 300 грамм суға 10 минут қайнатыңыз. 2 ас қасық беремін. Сөйтіңізді соны ішіңіз, сіз амезді ұмытасыз. Амезді ішудің қажеті жоқ. Сіз тамақтың алдында болса да ішіңіз, артында болса да ішіңіз. Алдында ішсеңізде нұр үстіне нұр болады. Өйткені семена ілна дейтін сілекей болады, кәдімгі кисель бар ғой ішетін. Я болмаса қалай айтсам екен, былай созылып тұрады. Жақсылап қайнатып араластырсаңыз, ол кәдімгі сілекейленіп созылып тұрады. Бұл асқазанның сілекейлі шыршын жөндейтін, тегі таптырмайтын ем. Сондықтан семена ілнаны ішуді ұмытпаңыздар. Бұл үй жағдайындағы асқазанды емдеу туралы. Егер сіз семена ілнаны ішетін болсаңыз, сіз тамақтың алдынан 15 минут бұрын ішіңіз, 10 минут бұрын ішіңіз. Ұмытып кетсеңіз, тіптен тамақтың алдынан іше беріңіз. Әйтпесе жарты сағат 20 минут бұрын ішсеңіз, 20 минут не болмаса жарты сағат бұрын ішсеңіз, сіздің асқазандағы бүткіл сілекей, шырышты қабық сілекей бар ғой, соның бәрін жөндейтін болады. Сондықтан семена ілнаны ішіп үй жағдайында емделіңіздер. Енді кейбіреулер сұрауы мүмкін, қанша уақыт ішемін? Сіздің ауруыңызға байланысты ол. 2 апта ішесіз бе? Жоқ, тіптен 1 ай ішесіз бе? Ол сіздің ауруыңызға, қаншалықты аурудың деңгейі соған байланысты болды. Ал егер осы туралы сіз асқазан ауруына ілнаны қалай ішемін деп сұрайтын болсаңыз,
сізге жаңағы менің WhatsApp-ымызға өтуіңіз керек. Мен WhatsApp-ыма өтсеңіз, мен сізге жауап беретін боламын. Әрине, жауап берем деген кезде сіздерге ашық айтайын. Бұл мысалы онлайн консультация деген болады. Онлайн консультация деген сөз, сіз ауруыңызды айтып, я болмаса тексерілген қағазыңызды жіберіп, содан кейін барып сізге ем бергенді айтады. Ал әшейін жай сұрақ болатын болса, ол ақысыз. Соны екеуін сіздер ара жігін ажыратып алыңыздар. Жай сұрақ болатын болса, ол ақысыз. WhatsApp-қа кірсеңіздер, менің барлық біздің клиника туралы, біздің медцентр туралы барлық жазылып тұрады. Сол арқылы сіздер сұрақтарыңызды берулеріңізге болады. Аман болайық. Асқазан ауруы тағы да бір айтып кететін нәрсе тамақ. Асқазанның емі тамақ. Тамақты дұрыстасаңыздар, біз әрине қазақ болғандықтан біз етті көп жейміз, нанды көп жейміз. Асқазан ауруына жалпы нанды азайту керек болады. Оның орнына сухарь жеңіздер, ет жесеңіздер, мысалы арғарта не ішу, не жеу керегін айтатын боламын. Ол енді ұзақ дүние, бірақ асқазан ауруының емі жаңағы іші қыжылдап жатса, асқазаныңыз әмез ішіп жүрген адам болсаңыздар, әмезді тастайсыздар. Және эрозивный гастрит қышылығы көбейген болатын болса, ол жаңағы семена іліна өте жақсы. Және тамақты қалыпқа келтіру керек болады. Аман болайық, ауырмайық. Сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp-қа шықсаңыздар болады. Және менің осы YouTube каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар. Бір лайк, мынандайда шейін баса саласыздар, жазбайсыздар да. Баса салсаңыздар, сіздерге барлығы күнделікті қандай ем керек бәрі сіздерге түсіп отырады. Сондықтан сіздер менен мағлұмат аламын десеңіздер, әрқашанда мен дайынмын.